Қайырлы күн, құрметті көрермендер. Бүгін біз қарапайым күштің үлкен еңбек екенін көрсетеміз. Кейіпкеріміз ауылда жүріп шағын шаруашылығын көтерген жас фермер. Бұл кісі барлығын нөлден көтерген. Шағын техника, шағын жер, өзінің қолда бар мүмкіндігін пайдалана отырып, өз күнін өзі көріп отырған жас фермер. Бүгінгі сұхбатымыз еңбек пен табандылықтың және ауылдың күшін көрсетеді. Мәке, ассалаумағалейкум. Уағалейкумассалам. Мәке, кеше біз сіздің қасыңызға келіп, күн бойы жұмыс істедік. Жұмысыңыз өте оңай емес, ауыр десем де болады. Осы күнге қалай жеттіңіз? Енді осы күнге негізі ең бірінші жұмысымды айта кетейін, бастапқы. Осы бастапқы жұмысым мен ең бірінші оқу бітіргеннен кейін біз ерте жұмыс істей бастағам өзі, жас кезімнен. 7-ші класстан бастап десем болады. Осы ауылда өсіп өндіңіз ғой? Осы ауылда өзі бала кезімізден өзі әке-шешеміз еңбекке үйреткен. Сол мектеп бітірісімен ең алғаш Балқаш деген жерде жұмыс істедім. Ағам сол жақта жұмыс істегеннен кейін қасына барып, Балқаш су деген сол жұмыста жұмыс атқардым. Одан кейін әскерге кеттім. Сол әскерден келгеннен кейін өзі сол уақыттарда өзі адам любой жас анда-мында өзі басын тауға да тасқа соғып орнығады ғой, кім болса да. Өз жолын таңдайды. Өз жолын қалияға түскенше. Содан Шұбаркөлде істедім 4 жыл. Содан кейін осы семья құрып, осы әке-шешемнің қолына кеп, осы жерде сол жайлап бастадым. Жаңағы басында осы ағаларым, бауырларым бар. Солар көмектерін көрсетіп, бір тырқылдақ деген трактор алдық, қазақ біздің тілмен айтқанда Т-25. Ең бірінші техникаңыз? Ең бірінші техника. Онда сізде алдында ешқандай техника болмаған? Жоқ, вообще ноль ғой. Біз өзімізде жер бар, 97-ші жылы алғанбыз жерді. Сол жерді біреуге шапқызатын біз. Жаңағы шөбін шапқызып, сәрілкесін құйып, жаңағы біз өзімізге керек 4-5 телешке ма, соған ғана алып отыратынбыз. Содан жаңағы Т-25-ті алып бастадық. Ол уақытта нешедесіз? Ол уақытта мен жасым 20-да. 19 бен 20-ның арасында. Яғни 20 жасыңызда әр жердегі жұмыстарды көріп, осы ауылда еңбек бар екен, табыс бар екен біліп, ауылға қайтып келдіңіз. Сонымен тоқтап. Содан кейін уже жай-жайдан бірте-бірте үлкендеу трактор алдық, кішкене МТС деген. Өзіміздің егін егетін жеріміз бар, пашнямыз. Соны бастадым, жаңағы МТС-мен. Оны бастағанда да бір қызық болды. Жаңағы 2 соқалы ғой. Жаңағы МТС өзі кішкене нелеу ғой. Әлсіздеу трактор ғой. Онымен негізі көбісі жер жыта қоймайды негізі. Біз енді тасуға, шөп шауға. Сондай шөпке деп алған трактор ғой негізі. Оны жерге салатын трактор емес негізі. Сонымен бастадық. Сол 2 тілді соқа ғой. 60 сантиметр алады. Сонымен бір ай жүріп 17 гектар ең бірінші еккен егін сол болды. Ең бірінші егінді 17 гектар ектіңіз? 17 гектар ектім ең бірінші. Оның өзін артына нелерін жаңағы навесной нелерін андан сұрап, мынаған сұрап, жұмысын істеп беріп, сөйтіп жалданып жүріп алған нелер ғой. Әйтеуір күн көрістейсіз шыққан жерлер ол уақытта. Уборкада комбайн жоқ тоже. Жаңағы МТС-мен бір шарбаларын істеп берем. Сөйтіп жүріп 17 гектар шапқызып алдым. Оны өзі жартысы далада қалып қойды, кеш шапқаннан. Сол келесі жылы сосын ол 17 гектарға егіп, сонда қанша астық алдыңыз, қанша тонна? 30 тонна алдым. Пайдаға кенелдіңіз ба сол уақытта? 30 тонна. 3 тонна егіп 30 тонна алдым ғой, былай айтқанда. Сол какой-то бір мотивация болған шығар. Содан кейін кішкене не ашылды, желание вообще ашылды да. Келесі жылы сосын комбайн сатып алдым. Өзіңіз жеке меншік? Жеке өзіме. Өйткені білдім да, комбайнсыз болмайды екен. Уақытын таламағаннан кейін бәрі шашылып қалады да. Содан комбайн сатып алдым. Сонымен бірте-бірте кетті сол. Жер көбейттім. Жылдан жылға қосып отырмын. Келесі жыл 30 гектар болды. Сөйтіп қосып, одан Т4 деген трактор алдым, гусеничный. Жер жыртуға? Жер жыртуға, жаңағы.
сонымен солай жайлап. Иә, өте керемет. Мына техниканың бәрін кеше көрдік. Соның бәріңіз осы күнге дейін өз еңбегіңізбен жыл сайын қосып отырсыз, иә? Иә. Ал мысалға сол неше жыл болды айналысып жүргеніңіз осы жер шаруашылығымен? Мен 8-9 жыл болды. Сол 8-9. жаңағы с нуля бастағалы. Иә, биыл мына уже сезон бітіп келе жатыр. Қыс келе жатыр. Алла жазса, биылғы сезонда қанша гектар ектіңіз? Биыл енді көктемде 180 гектар ектік. Керемет. 180 гектарға жеттік. 17 гектардан 180 гектарға 180. өз күшіңізбен Иә, көтердіңіз, иә? Керемет. Сол жерден қанша астық алдыңыз биыл? Біз биыл 200 тонна алдық. Масқара, керемет. 200 тонна. Биыл енді бұйырғаны ана жылы вообще жақсы болған да. Ана жылы жаңбыр да көп болды. Иә. Ана жылы жақсы болды, бірақ бағасы аздау болды. Сонда ол тек қана қанағат енді, иә. Иә, әрине. Ол сонда тек қана өзіңіздің күшіңізге байланысты емес, өзіңіздің ісіңізге байланысты емес, және де мына ауа райға, жерге де байланысты болады, иә, бәрі. Былай қарасаңыз, соның бәрі риск қой негізі, иә? Риск қой, аха. Егін деген өзі риск қой. Өзі ауыл шаруашылығы өзі солай өзі. Ол бір алла біледі, оның қалай болатынын. Мысалы, сіз қар кеткеннен қар түскенше далада жұмыс істейсіз, Иә. шаруашылықта. Қар кеткенде жер жыртасыз, егісті егесіз, егінді егесіз, оны өңдейсіз, күтесіз. Сол аралықта мына шөппен айналысасыз, иә? Иә. Кеше осы сізбен жүріп шөппен айналысып көрдік. Бұл шөппен сіз ең басынан бастап айналысасыз, иә, бірінші жылдан бастап? Мынау ең бірінші негізі мұндай тюк болған жоқ бізде. Ең бірінші рассыпной. Телешкемен рассыпной сататынбыз. Осакаровкаға апарып сататынбыз. Жаңа МТЗ мен аудан орталығына. Иә, 2 телешке артып, мына кезден 70 километр жерде. Сол жаққа алып баратынбыз. Ол жаққа алып барып әкелудің өзі қазір ғой жол жақсы. Ол кезде жол бытшытын. Барғанша 4 сағат жүріп барасың. Өткізесің де қайтарға 3 сағат жүресің артқа. Сонымен 7 сағат барып келуде оңай болған жоқ. Иә, әрине. Сол кезде апарып жүрген кезде кісілер сұрайтын, тюковый шөп сатсайшы, сенің шөбің жақсы деп ше. Мынаны пресс деп сатсаң, кісілер жақсы алады. Бізге де осы тюковый айтты. Содан сол жылы сразу көп ойланбай жаңағы қаражатты қарастырып тоже рисковать та, мен кредит деген бар ғой. Иә. Кредит алып 2,5 миллион. Пресс сатып әкелдім Астанадан. Сонымен бастадым. Енді сол пресс сатып әкелгеннен кейін жұмыс вообще кішкене рентабельность дейді ғой. Жақсы бола бастады ше. Пайдасы, иә, шөппен жақсы кетті. Сонымен солай жайлап сол жаңағы ворошилка деген бар. Кеше жинап жүрді ғой, валок. Вообще жұмыс жылдамдатады. Соны алдық. Сол жақсы болды сол пресс бізге. Иә, дұрыс болды. Сонда бұл бір тюктің бағасы қанша болады? Сезон қызып тұрған кезде делік. Қызып тұрған кезде енді 1000-нан 1200-ге дейін барады ғой. 1000-нан 1200-ге дейін барады. Сонда күніне қанша тюк жасап сата аласыздар сіздер? Енді бәрі жақсы жүріп жатса енді 400-500, одан да көп кетуі мүмкін. Керемет. Енді наборға байланысты, сезонға байланысты. Шөп мол болса, оны молырақ жасайсың. Шөп слабый болса, онда жұмыста солай жүреді. Сонда жатпай жұмыс істесек, пайданың бәрі ауылда дейсіз ғой. Иә, енді еңбек еткен адамға қайда болса да пайда табуға болады ғой. Мұнда просто не керек та? Шыдамдылық деген керек. Табандылық, шыдамдылық деген ол именно біздің осы ауыл шаруашылығында шыдамдылық деген первый очередь. Шыдамдылығың болмаса, жаңағы бітпей болмай жатса, тайып кетіп жатсаң, онда ол жұмыспен айналысудың қажеті жоқ. Бұл деген өте керемет не ол. Шыдамдылық керек. Былай айтқанда бала шағаның аузынан жырып егінге саласың, поляға. Жаңағы техникаға саласың. Оның бәрі қайтпай жатса, оның бәрі оңай шаруа емес. Бәрі Құдайдан дейсіз ғой. Иә, ол оңай шаруа емес. Сондықтан шыдамдылық керек. Бірінші очередь. Қай жұмыс болмасын солай ғой. Иә, әрине. Шыдамасаң енді жүре бересің, анда секіріп, мында секіріп, сонымен анда жоқ, не мында жоқ болып жүресің. Әрекетке берекет дейсіз ғой. Әрекетке берекет. Бір жұмысты бастарда жақсылап ойланып бастаған дұрыс. Мен өзім бірдеңе алар бұрын, любой техника алар бұрын, мынадай расчетпен аламын өзім. Мынаны көрем, бір 2 ай, 3 ай көрем, болмай ма? Себестоимость бар ғой, енді алған бағам, соған сатам деп. Сондай расчетпен аламын да, что банкрот, менде басқа табыс жоқ қой. Сондай расчет жасаймын. Өзін өзі жауып тұрады. Иә, өзін жабатындай. Андай металлды зат алмаймыз біз. Чисто
пайда түсіретін зат пока. Шамадан тыс ештеңеге Иә, рұқсат иә, бермеймін дейсіз ғой. иә, ондай. Әрине, ол дұрыс қой. Ертең Ақшаны дұрыс жұмсамасаң, бұл жерде ақсандап қаласың, былай айтқанда. әрине. Ертеңгі күнге сенімді болған дұрыс қой. Иә. Иә, Мәке, өте керемет. Мына жұмысыңызды бағаладық. Кеше көрермендердің барлығына көрсеттім. Енді бұйыртса, алға деген, қысқа уақытқа деген жоспарыңыз қандай отыр? Осы шаруашылықты өсіріп, осы шаруашылықты кеңейтсеңіз, Енді жоспарда алла бар ма? амандығын берсе, ендігі жылы мына не бар ғой, удобрение деген. Иә. Біз удобрение деген сеппейміз, только опрыскивательмен улаймыз арамшөбін, бидайды. Енді удобрение деген бір не бар, мақсатымыз бар. Кішкене биыл егініміз тоже жақсы шығып, баға да жақсы болып тұр қазір. Содан кішкене ақша артылайын деп тұр. Жаңа удобрение сеуіп, оған бір сеялка бар специальный, удобрение қосып нетеді, себетін. СЗТ 3-6 деген. Соны сатып алатын мақсатымыз бар, сондай бір жоспарымыз бар. Қыс ішінде сол дайындау, жаңа удобрениямызды дайындап қою, сәрілкемізді дайындап қою керек, семенамыз бар. Соның бәрін реттеп, анау техникаларымыз бар, қыста ремонттайтын, анда бокстар неміз бар, ремонттайтын. Солардың бәрін реттеу қыстай. Иә, керемет. Сол. Иә, Мәке, енді мына Қазақстанда өтірік емес, жастардың бәрі ауылдан кетіп, қаладан пайда іздеп қалаға шыққысы келеді. Сол ауылдың жұмыс десеңіз, табыстың бәрі ауылда деп жаңа айттыңыз ғой. Енді осы жастарға, келе жатқан жас мамандарға айтатыныңыз қандай ақылыңыз бар өзіңіздің? Енді ақыл айтқанда енді өзіңіздің тәжірибеңіз мол кісісіз ғой. Мысалы, ауылдан жоқ жерден, жоқтан бар жасап отқан кісісіз. Сол ауылда қалам деген жастарға, ауылда жүрем деген, ауылды көтерем деген балаларға айтатын ақылыңыз қандай болады? Енді еңбек еткен адамға енді табылады ғой жұмыс. Енді қалай айтсам болады, кімнің қандай нәрсеге ыңғайы бар, сонымен айналысқан дұрыс негізі. Мысалы, маған қазір алдыма компьютерді әкеліп қойса, мен оны бетіне қарап отыра беремін, болды. Мен қолымнан келмейтін нәрседе, менің қолым жаңағы болып тұр ғой, техника, мал шаруашылығы, егін шаруашылығы деген сияқты. Сол енді кімнің қандай ыңғайы бар, мысалы, желание ғой мұнда, самый главный. Желаниең болса, ақшаң болмаса, ол шаруа жүргізесің сен, қалай болса да жүргізесің. Мысалы, мақсат қой. Мақсат қойған адам жетеді ол, не болса да. Енді жастарға енді қалай айтсам өзі, қандай неге мақсаты бар, соған қарай ұмтылу керек қой. Ақшасын емес, ол ақша ол сама собой келеді, ол ақша деген ол келетін нәрсе. Мұны да мақсат қою керек та, самый главный мақсат қой. Мақсатына жеткен адам ол жетеді, қайда болса да. Арманыңа жетесің, мақсатына ақылмаса дейсіз ғой. Иә, ол мәселе. Мына бізде де қасымызда адамдар болды жаңағындай бастаған. Ақшасы бар, сондай бір жағдайы бар да. Бастады 1-2 жыл. Салды, ешқандай смысл жоқ. Не істеп жатқанын өзі білмейді. Ақыры далаға кетті бәрі. Техникасын сатып, жауып, в общем, бітті. Сонда сіздің өсиетіңіз адамның қолынан не келеді, сонымен айналысқан дұрыс қой. Иә, кімнің қолынан не келеді енді, сонымен айналысқан дұрыс қой. Сонда ғана несін көреді, жемісін көреді ше. Жақсы, рахмет онда Мәке, өзіңіздің айтқан оқиғаңызға, өзіңіздің өмір жолыңызды айтып бердіңіз, жастарға, көрермендерге өте пайдалы болады деп ойлаймын. Ендеше достар, осылай ары қарай өзіміздің сұхбатымызды жалғастыра береміз. Әртүрлі сала мамандарымен, әртүрлі кәсіпкерлермен осылай сұхбат алатын боламыз. Бізбен бірге болыңыздар.